Жеке кабинетімізге кіру үшін Faberlic 3.0 приложениесі арқылы кіреміз. Бұл жерде зарегистрироваться деп баспаймыз, өйткені біз регистрация жасадық. Войти деп кіреміз. Номер покупателя және ключ сұрайды бізден. Ол бізге телефонымызға тіркелген уақытта сообщение болып келген болатын. Соны жазамыз. Ключ деп отырғанымыз пароліміз, жазып болғаннан кейін войти деп басамыз, біздің жеке кабинетіміз ашылады. Ең бірінші жеке кабинетімізде настройки региональности дегенге кіреміз. Өзіміздің елімізді таңдаймыз. Қазақстан деп таңдаймыз. Выберите язык деген жерге сізге қай тіл ыңғайлы, соны жазасыздар. Мен мысалы орыс тілін таңдадым. Келесі точка доставки деген жерді ашамыз. Сол жерден өзіміздің қаламыздағы офистерді таңдаймыз. Способ доставки деген жерден самовывозды таңдаймыз. Выбрать из списканы басамыз. Осы кезде қай область, қай район, қай қаладан екеніңіз барлығын жазып, сол қаладағы сізге жақын офистерді таңдаймыз. Мен өзім Қызылорда қаласында тұрғандықтан, Қызылорда қаласындағы офистердің списогін шығардым өзіме. Енді осы офистердің адрестерін қарай отырып, өзіме жақын, үйіме жақын, немесе жұмысыма жақын офистерді таңдаймын. Сол жерге тапсырысты беремін. Жеке кабинетіңізбен таныстырып өтейін. Мои заказы деген жерден сіздердің заказдарыңыз, осы уақытқа дейін жасаған заказдарыңыз көрінеді. Уведомление деген жерден компаниядан келген сообщениялар көрінеді. Және мой бизнес деген жерден сіздер қазір қанша балл жинап отырсыздар, және өткен каталогте қанша балл жасадыңыздар, сол көрінеді. Личный счет деген жерден сіздер счеттарыңызда қанша теңге қалды, қанша бар, сол жайында біле аласыздар. Келесі обратная связь деген жерге компанияға қандай сұрағыңыз бар, не туралы сұрағыңыз келеді, сол түсінбеген сұрақтарыңызды осы обратная связьға жазып, компаниядан жауап ала аласыздар. Осымен жеке кабинетімізге жалпы түсінік беріп өттім. Барлықтарыңызға сәттілік.